Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге маусымдық мұздату қалай дайындайтынымды көрсетемін. Биыл асқабақты осылайша дайындадым. Тәтті бұрышты да осылайша ерекше әдіспен дайындадым. Суға 6 минуттай қайнатып алдым. Әбден суғаннан кейін осылайша көрсеңіз болады. Әп-әдемі сынбайтындай қалыпта. Бұндай әдіспен бірінші рет қолданып отырмын, сондықтан сіздерге алдағы уақытта нәтижесімен бөлісетін боламын. Биыл осындай қиярды да мұздатқышқа салып көрдім. Эксперимент ретінде бір порциясын салатқа қосып көрген едім. Дәмі жақсы болып шығады екен. Сіздер де жасап көріңіздер. Биыл асқабақты осылайша сақтадым. Алдағы уақытта нәтижесімен бөлісіп отырамын сіздермен. Қызыл тәтті бұрышты осылайша 4 бұрыштап дайындап, мұздатқышқа сақтап қоямын. Лағман пісіргенде өте ыңғайлы, дайын нәрсені сала саласыз. Осындай пищевой пленкаға сақтаған ыңғайлы, мұздатқышта көп орын алмайды. Сәбізді де ретикантта осылайша 4 бұрышты турап, мұздатқышқа салып қоямын. Керек кезде көбінесе лағманға қолданам. Осындай формада туралған сәбіз болсын, редика болсын, тәтті бұрыш болсын. Үкіштен өткізілген сәбізді көбінесе гуляшқа қолданамын, немесе суптарға қосамын. Тағы да айта кетейін, осындай формада сәбізді мен көбінесе палау басқанда қолданамын. Сіздерге тағы да бір лайфхак. Асқабақты, яғни кабачки осылайда сақтауға болады. Пищевой пленка орап, мұздатқышқа салып, көп орын алмайды.
қыстың қамын жазда ойла. Демек осылайша дайындап көріңіздер. ұнаса лайк басып, коммент жазып тіркеліңіздер.